Илон Маск 2062 жылға таман қызыл ғаламшарда миллионер қала бой көтереді деп мәлімдеді. Independent басылымының жазуынша, Маск белгілі физик, профессор Стивен Хокингтің сөзін қайталапты. SpaceX компаниясының негізін қалаған кәсіпкер, егер адамдардың саны көбейіп кетсе, ақыр заманның алыс еместігін жасырмайды. New Space журналындағы мақаласында Маск Марсты игеру бағдарламасы туралы жазыпты. Бұл үшін мыңдаған ғарыш кемесі Марсқа талай мәрте сапар шегеді. Осылайша 40-100 жылдың ішінде жаңа мекенге 1 миллион адам қоныс аударады. Бұл ғаламшар суықтау, бірақ біз оны жылыта аламыз. Марстағы ауа райы қолайлы, әрі көмірқышқыл газы мен азоттан және аргоннан тұрады. Бұған қоса тағы да бір элементтердің жұрнағы табылды. Демек біз Марста өсімдіктер өсіре аламыз. Бұл үшін атмосфераны байыту керек. Маск адамдардың 2022 жылдың соңында Марсқа алғаш рет аттанатынын жазады. Егер осы қарқынынан танбаса, 2062 жылға таман мұнда үлкен шаһар қалыптасады. Румыниядағы Лунка деревнясы елдегі ең кедей елді мекен саналады. Мұндағы тұрғындардың көбісі Батыс Еуропа мен Скандинавияда еңбек етіп күнін көріп жүр. Берлингске басылымының жазуынша, Еуропаға сапар шегу оң жолға қойылған соң деревняның сыртқы кейпі өзгеріп сала берген. Тұрмысы төмен отбасылар жақсы табыс таба бастаған. Тозығы жеткен ескі тамдардың орнынан жаңа үйлер бой көтере бастады. Асфальт төселмеген ескі жолдың бойынан жаңа көліктерді де көруге болады. Басылым Швециядағы Упсала университетінің аспиранты Доминик Теодорескудың осы құбылысты зерттеп жүргенін жазады. Шығыс Еуропаның мәдени географиясын зерттеген ол кедей ауылдардың тұрмысымен танысу үшін былтыр Румынияның 3 ауданына барыпты. Аспирант бұл құбылыстың осы елде кеңінен таралғанын айтады. Шағын ауылдардың Еуропаға баруына жағдай жасалып, тұтастай инфрақұрылым жасақталды. Румынияда қиын жағдайда жүргендер осы мүмкіндікті пайдаланып қалуға тырысып жатыр, дейді студент. Бұл адамдар жайлы өмірден үмітін үзген, әлеуметтік қызметтерден ада, сондықтан жарқын болашақ боларына сенбейді. Теодорескудың сөзінше, кедей деревнялардағы тұрмысы төмен тұрғындардың дені сығандар. Бірақ бұл этникалық проблема деп түйіндейді студент. Ауаның ластануынан жыл сайын әлемде мыңдаған адам көз жұмады екен. Крис Смиттің ажал құштыратын зиянды ауа туралы мақаласын Times жариялапты. Бұл материалға жан-жақты жүргізілген ауқымды зерттеу арқау болыпты. Гарвард университетінің ғалымдары күллі адамзаттың улы газдар қоспасымен тыныстайтынын анықтаған. 60 миллион адамды қамтыған зерттеу жүргізген мамандар лас ауаның кесірінен адам өмірі айтарлықтай қысқарады деген ұйғарымға келіпті. Олардың сөзінше, тығырықтан шығудың жалғыз жолы ауа тазарту. Мәселен, жыл сайын әрбір тас жолдан бірнеше көлікті алып тастаса, Ұлыбританиядағы 2400 адамды аман алып қалуға болады екен. Ғалымдар жасы 65-тен асқан барлық америкалықтар туралы деректерді тексеріп, олардың әрбірінің 7 жыл ішіндегі денсаулығын ауаның ластануымен байланыстыра отырып салыстырыпты. Осыған қарап, ауа тіпті аз мөлшерде ластанса да, мұның адам денсаулығы үшін зияны орасан болмақ. Мұның соңы қайғылы жағдайға душар етуі мүмкін, дейді денсаулық сақтау ісі жөніндегі Гарвард мектебінің өкілі Франческо Доминичи. Facebook Менло Парк қаласындағы бұрынғы ғылым мен технология бағының орнынан аудан орталығын салуды жоспарлап отыр. Бұл аумақ компанияның штаб-пәтері орналасқан жерде деп хабарлайды Architectural Digest. Бұл бастама іске асса кампустағы күйбең тірлік барынша жеңілдей түседі. Өйткені компания 11.000 шаршы метр аумақты қажетті инфрақұрылым нысандарымен қамтиды. Мұның ішінде азық-түлік дүкендері, дәріханалар мен сауда орындары орналасады. Бұдан бөлек Facebook өңірдегі баспана мәселесінде бірдемде шешпек ниетте. Осы мақсатта 1,5 мың үй салынады. Олардың 15% нарықтағы бағадан арзанға сатылады. Сонымен қатар компания сырттан келушілердің көптігінен орын алған көлік дағдарысын да шешуді жоспарлапты. Күллі батыс жағалауды кесіп өтетін тас жолды үлкейтіп, жақсартуға қаржы құяды. Қала билігімен күш біріктірген компания шілде айында құрылыс жоспарын ресми түрде ұсынады. Ауқымды құрылыс жұмыстары бірнеше кезең бойынша жүргізіледі.